Менің нағашы атам Ұлы Отан соғысының ардагері Бакыржанов Серікбай 1925 жылы 5 мамыр күні Қызылорда облысы Шиелі ауданында туылған. 1943 жылы 18 жасында Ұлы Отан соғысына аттанып, Беларусь майданында Великая Лука қаласын фашистерден азат етуге қатысқан. 1944-1945 жылдар аралығында Берлинде соғыста болған. Ұлы жеңісті Берлин қаласында қарсы алған. Соғыс біткеннен кейін 1945-1949 жылдар аралығында Ресейде танкист болып әскери қызмет еткен. Майдандағы ерлігі үшін бірнеше орден, медалдармен марапатталған. Елге оралғаннан кейін әжеміз Тәжібай қызы Дүзенгүл екеуі шаңырақ көтеріп, 10 ұл қыз тәрбиелеген. Елге оралған соң еңбекке араласып, зейнет жасына шыққанша темір пісіруші болып жұмыс істеген. 1980 жылы зейнеткерлікке шыққан. 2006 жылы желтоқсан айында 81 жасында дүниеден өткен. Біз атамызды мақтан тұтамыз. Біз атамыздың ерлігімен мақтанамыз. Біз батырдың ұрпағымыз.